Мен Мұнайлы ауданы Қызылтөбе лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Нұрғалиева Нұржамал Нұрмағанбетқызы. Бүгінгі бейне сабағымда сіздерге тыңдалым мәтіні бойынша көтерілген мәселені талдаудың тиімді әдісімен бөлісетін боламын. Саламатсыздар ма? Саламатсыз. Оқушылар, біз өткен сабақта көшпелілер ұрпағы деген тақырыппен таныстық, иә? Ендеше бүгін біз осы тараудағы келесі тақырыпты жалғастыру үшін жасырылған сандықтағы нәрсені табу керекпіз. Болжам жасау керекпіз. Не жасырылған деп ойлайсыздар? Жақсы оқушылар, өте жақсы. Сіздердің болжамдарыңыздың ішінде сәйкес келетін жауап бар екен. Сандығымызды ашып көрейік. Құпия нәрсеміз ол киіз үй екен. Біздің дұрыс жауап берген оқушыларымыз кімдер екен? Киіз үй деп болжаған? Бота, сен неліктен киіз үй деп ойладың? Себебі көшпенділердің киіз үй тұрған үйі болды. Олай болса оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көшпелілер мәдениеті, өркениеттің бастауы. Әлеуметтік, қоғамдық, оқу, еңбек тақырыптарына байланысты диалог, монолог, полилогтердегі автор көзқарасымен көтерілген мәселені талдау. Осы оқу мақсаты бойынша бүгінгі сабақта жұмыстанатын боламыз. Көшпелілер мәдениетінің бастауы ол киіз үйден басталады екен. Ендеше барлығымыз назарымызды экранға аударып, бейнероликті тамашалап алайық. Оқушылар, бейнероликті тамашалап болдық. Олай болса, осы бейнероликтен нені байқадыңыздар? Сейт, сен айта ғой. Мен осы видеороликтен киіз үйдің құрылысын білдім. Киіз үйдің құрылысы бірнеше бөліктерден тұрады екен. Өте жақсы. Тағы кім толықтырады? Ақмаржан, айта ғой. Мен болсам, ең алдымен киіз үйдің ең алдымен кереге бөлігі орналасатынын білдім. Одан кейін оқ және шаңырақ бөліктері орналасатынын білдім. Бүгін біз сабағымыздың барысында тапсырмаларды орындай отырып, осы киіз үйді құрастырып шығатын боламыз. Олай болса, балалар, біз мұқият тыңдалым тапсырмасына құлақ түрелік. Киіз үй қазақтың мақтанышы болса, оның Маңғыстауда көнеден бүгінге дейін тіні құрымай сақталып, жасау жабдығы түгел қалпында жетуі өңір мерейі. Тыңдалым мәтіні бойынша біз конверттегі сұрақ әдісі бойынша сұрақтарға жауап беретін боламыз. Қазір сіздерге конверттегі сұрақтар таратамын. Жаңағы тыңдалым мәтіндегі көтерілген мәселені осы сұрақтарға жауап бере отырып талқылайтын боламыз. Балалар, киіз үйдің ең алғашқы қай бөлігін орнататын едік? Дұрыс айтасыздар. Олай болса, сіздер қазір тыңдалым мәтіндегі көтерілген мәселені анықтап, осы кереге бөлігіне жазып, әкеліп керегені орнататын боламыз. Топқа берілген сұрақ: киіз үйдің танымалдылығы жайында көзқарасыңыз барымызды бағалай алып жүрміз бе? Киіз үйдің танымалдылығы жайында ойымыз бұрыннан бері жақсы. Ал оның қазіргі таңда одан әрмен жалғасып танымал болып келе жатқаны бізді өте қатты қуантады. Егер осылай өзге елдердегі адамдардың, өзге ұлттардың мысалы баспанасы, олардың кәсібі нан тауып отырған жұмысы болса, онда біз оған өте қатты қуаныштымыз. Және де оларға ұнаса, біздің ұлттық құндылықтарымыз олардың көңілдерінен шықса, біз оған қатты қуанамыз. Оқушылар, Зере мен Айдын бізде көтерілген мәселені анықтай алды ма? Апай, мен қосарым бар. Біз қазіргі кезде өз құндылығымызды бағалай алмай жүрміз. Себебі біздің елімізде киіз үй туралы бірнеше кәсіптер ашып тастауға болатын еді. Бірақ та біз ондайда бір кәсіп ашқан жоқпыз. Ал басқа шет елдерде бұл киіз үйден көптен кафелер ашып, қонақ үйлер ашып, солай өздерінің кәсіптерін жүргізіп жатыр. Ал біз Қазақстан елінде өзіміздің кәсібімізді жүргізбей, оны жауып тастауға дейін апаруымыз мүмкін. Сіздер тапсырма орындап жатқан кезде мен киіз үйіміздің сықырлауығын, яғни есігін орнатқан болатынмын. Ары қарай Нұрсейіт өзінің керегесін алып келіп орната қойсын.
Өте жақсы. Біздің керегеміздің алғашқы бөліктері орнатылып бастады. Ары қарай келесі топ жалғастырамыз. Бізге берілген сұрақ: көшпелілер неліктен ағаш үйді қолайлы баспана деп есептеген? Қалай ойлайсыз? Біз бұл сұраққа мынандай жауаптар жаздық. Көшпелілер аты айтып тұрғандай көшіп қонып жүретін халық. Олар үшін киіз үй өте ыңғайлы болды. Егер олар тас үйде тұрғанда екінші бір көшіп барған жеріне қайтадан үй салу керек болады. Ал киіз үйге келсек, оны өзімен бірге алып кете алады. Яғни қоныстанған жеріне киіз үйді орнатып қоя алады. Ол ешқандай да шығын келтірмейді, тіпті уақытты да алмайды. Сол себепті киіз үй көшпелілер үшін өте ыңғайлы болды. Олай болса, Назар біздің керегемізді ары қарай орнатады. Бізге берілген сұрақ: киіз үйдің насихатталуына көңіліңіз тола ма? Сіз қалай насихаттар едіңіз? Осы біздің Маңғыстаудағы Есенов университетінде студенттер арасында ағаш үй тігуден жарыс өтті. Бұл тек Маңғыстауда ғана емес, бүкіл Европада болып жатыр. Нұрсейіт, 3-ші топтағы Нұрсейіт айтқандай, Европада киіз үйден пайда көріп отқан елдер өте көп. Сондықтан бүкіл әлем, Европада емес, Маңғыстауда емес, өзі киіз үй шығарған Қазақстанда неге сондай болмайды? Біздің керегеміздің соңғы бөлігін орнататын Дарханға кезек берейік. Балалар, мінекей біздің киіз үйіміздің керегесі қаланып бітті. Енді ары қарай уығын және шаңырағын қадау үшін біз екінші, яғни свод талдауға кезек береміз. Ол үшін біздер киіз үйдің күшті жақтарын, әлсіз жақтарын, мүмкіндіктерін және қауіп қатерлерін анықтап алуымыз керек. Яғни бірінші топ сіздер киіз үйдің күшті жақтарын талдайсыздар, екінші топ сіздер әлсіз жақтарын айтасыздар, үшінші топ мүмкіндіктері және төртінші топ қауіп қатерлерін талдайтын боламыз. Балалар, олай болса мен сіздерге киіз үйіміздің уықтарын қазір таратып беретін боламын. Осы уықтарға сіздер свод талдау әдісін орындап, киіз үйімізге әкеліп уықтарды қадайтын боласыздар. Болса, балалар, біз киіз үйіміздің уығын свод талдау әдісі арқылы толтырып біттік. Бұлай болса, біз уықты қадамастан бұрын осы киіз үйіміздің шаңырағын орнатып алуымыз керек. Яғни біз уықты осы шаңыраққа бекітеміз. Бүгінгі киіз үйіміздің шаңырағын орнату үшін сабаққа белсенді қатысып отырған біздің Нұрсейітті ортаға шақырайық. Оқушылар, киіз үйдің шаңырағын қашанда ер азамат қоятын болған. Яғни киіз үйдің шаңырағы осы бақан ағашыменен орнатылатын болған. Сондықтан да біз қазір Нұрсейітке кезек берейік, шаңырағымызды орната қойсын. Керегемен шаңырақ пен уықты бекітіп алайық. Әр топтан бір оқушыдан келе қойсақ. Әлсіз жақтары: қазіргі кезде киіз үйлер жасаушылар, яғни шеберлер және насихаттаушылар өте азайып бара жатыр. Егер олар азайып кетсе, ол киіз үйлер біздің ұрпағымызға мұра болып қала алмайды. Яғни жойылып кету қаупі бар. Екіншісі, қазіргі кезде Қытайлардың темір тесігінен жасалған ағаш үйлер, олар той томалаққа, ақтаулыққа қолданылса, ал қазақтың нағыз баяғыдан бері келе жатқан киіз үйі ол садақаға, адамның соңғы сапарына шығарып салуға қолданылады. Мәйіт қоятын орын ретінде қолданып жүрміз. Балалар, сабақты қорытындылай келе, біз бүгінгі оқу мақсатымызға жеттік. Себебі мақсатқа сәйкес тыңдалым мәтіндегі көтерілген мәселені сұрақ арқылы талдадық. Сонымен қатар бүгінгі өмірмен байланыс жасадық. Бүгінгі сабақта өте белсенді қатысқан ең үздік оқушыны анықтау үшін қазір сіздердің назарларыңызға экранға QR код шығарылатын болады. Балалар, дауыс беру нәтижесі бойынша көріп отырсыздар, ең үздік нәтиже көрсеткен оқушымыз сол бізде Нұрсейіт екен. Ендеше ортаға марапаттауға Нұрсейіт шақырамыз. Бүгінгі үздік оқушымызға осындай Оралхан Бөкейдің Қарғызы деген кітапты сыйға тартамыз.